Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен тарталетке дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен ұнымыздың ішіне бір чай қасық қопсырық салып қойдым. Араластырып аламыз. Салқын майымызды ұнымыздың үстіне салып, песочный тесто жасайтын боламыз. Қолымызбен үгітеміз. Ұнымыздың үстіне қантымыз саламыз. Үшеуін жақсылап тұрып, қолымызбен үгітетін боламыз. Үгітіліп болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамыз саламыз. Да қамыр илейтін боламыз. Басында осылай бір-біріне бірікпейтін болады. Осылай бірігіп алғаннан кейін 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Немесе бірден осындай формамызға орналастырып алғаннан кейін бірге тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Қамырымызды оқтамен жайып аламыз да, осылай домалақ қылып кесіп, формамызға орналастыратын боламыз. Немесе қамырымызды домалақтап аламыз да, осылайынан формамызға орналастыратын боламыз. Шаңышқының көмегімен қамырымыздың ортасынан осылайынан басып шығатын боламыз. Пысқан кезде көтеріліп кетпес үшін. 180 градуста қызарғанға шейін пісіретін боламыз. Крем жасайтын боламыз. Салқын сливкимізді жақсылап миксерлеп аламыз. Сливкимізді 5 минутта миксерлеп болғаннан кейін үстіне творожный сырымыз салып миксерлейтін боламыз. Үстіне сахарный пудра себеміз. Креміміз қою болғанға шейін миксерлейтін боламыз. Тарталеткеміздің ішіне кремімізді құятын боламыз. Мен осыны арнайы насадкамен жасадым. Сізде бұндай насадка болмаса, осындай мешочекқа кремімізді құйып, насадкасыз құйсаңыздар да болады. Әсемдейтін боламыз. Мен осындай фруктымен әсемдейтін болам. Әсемдемесеңіздер де болады, немесе басқа қандайлармен де, посыпкамен де әсемдесеңіздер болады. Әсемдеу жау өз еріктеріңізде. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.